Ассалаумалейкум. Бүгін біздерде ультразвуковой генератор тумана деген 24 вольтпен істейтін осындай несімен табылады. Мембранасы тұратын құрылғының өзі. Мына жерде өзінің темірі болады. Алынатын және де светодиодтар жанады. Мына жерде датчик уровня воды, яғни судың датчигі тұрады. Мына жерден су аспай қалса, төмен шықса, онда біздің датчигіміз істемейтін болады. Яғни неменен суды испарять етпейді. Өзі негізі 24 вольтпен істейді, және де қуаттылығы 13 ваттқа дейін. Мынау отдельно мембраналар отдельно алынады, ауысады, яғни мына жерден судың биіктігі қазір мен сіздерге көрсетемін. Мына датчиктің өзі, және де мынандай адаптермен жүреді. Енді мынандай несі келмеген екен. Оны енді дополнительно мүмкін салып жатармыз. Мүмкін осылай қосылады, яғни адаптердің бір жағы қарап отырсаңыздар 240 вольтқа дейін, содан 24 вольт 1 амперге дейін шығарады, яғни 24 ваттқа дейін. Қосылу жағдайы міне адаптердің өзінің разъемы, және де ненің адаптерге жәнегі біздің датчик кіреді, звуковой, ультразвуковой датчик. Генератор тумана дейді, ультразвуковой осындай. Біздер қазір міне көрсетіп жатырмыз, питанияны бердік. Яғни біздің және биіктігіміз, датчиктің биіктігі су асып тұру керек. Мына датчик судың уровень, яғни бұдан аспай қалса біздің неміз істемей қалады, туманымыз, генераторымыз. Не көріп отырсаңыздар, қазір жұмыс жасап тұр, жан жаққа суында шашып тұр. Ал егерде мынадан мен енді испытание жасап көрдім, 5-6 сантиметрге асып кетсе су төмен кетіп қалып, онда бұл дұрыс шашпай қалады. Мына сияқты туман болмайды, тек қана жай суды былай толқын сияқты қып шашады екен. Қатты шашпайды, бірақ вообще белгісіз жұмыс жасамайды десе болады. Енді қарап отырсаңыздар, қазір кәдімгідей туман болып жатыр. Яғни датчиктің үстінен болар болмас 1 сантиметр биіктікте тұр біздің суымыз биіктігі. Сол үшін бұған поплавок немесе именно осы уровеньге дейін отдельно датчиктар қойғандарыңыз дұрыс. Өйткені суды өз қалпында уровеньді ұстап тұратындай. Но енді ылғалдылыққа көмектеседі, жәнегі инкубаторға, және де басқа жерге, қай жерге ылғал керек, жәнегі немнеге көкөніс өсіретін жерлерге, сондайларға қолданады. Теплицаға жәнегі айтып отырғандай. Қарап отырсаң, қазір енді көтеріп көрсетейін. Мен сіздерге судан алып тастасақ, біздің датчигіміз міне істемей қалды, көрдіңіздер ме? Сол үшін қайтадан. Яғни датчиктің, қарасаңыз, датчик бетіне шықты, судың істемей қалды. Суға қалай түседі? Датчигіміз қайта жұмыс жасай бастады. Осында қорапшасында жүреді екен. Яғни мынау пластиковый корпуста болады, және де металлический корпуста болады. Қытайдан келген. Негізі осы металлический корпуспен көбісі жақсы деп айтады. Сол үшін әдейілеп осындай алдық, металлический корпуспен. Және де бұл жерде қазір мен сіздерге көрсетейін, мынау қалай алынып, және де ауысатын. Мынандай кілті болады екен, я болмаса тиіммен де айландырса болады. Мен сіздерге және босатып қойдым. Осындай мембранасы болады, темір сияқты. Сол мына ненің астында тұрады екен, пружинаның. Яғни бұл сияқты мембраналар отдельно болады. Комплектіда емес, бірақ сатылымда болады. Қалай орнатамыз, ауыстырамыз да. Енді ол қалай істен шығатыны білмедім, оны іс барысында көре жатармыз. Қазір мен жинап көрсетейін сіздерге. Екеніздер жинап қойдық. Яғни бұны қаттырақ бұраса да, босат қойса да бірдей жұмыс жасайтын көрдім. Желательно енді чекетпес үшін так қанса қатайтып қойған дұрыс болар.